Бекат. көңіл күйім өте керемет. Неге білесіз ба? Неге? Өйткені менің ең сүйікті клубым Алматыға келді. Біліп едім осыны айтатыныңыз. Ең сүйікті клубым Алматыда. Кеше аэропортқа барған жоқсыз ба? Жоқ. Енді эфирға ұйқым қанбай қалады деп бардым. Сіз билет алдыңыз ба негізі? Ала алмай қалдым, бірақ алып беремін дейді. Да. Уәде берді. Ол біле ма өзі? Негізі осыған беремін ғой, мен бармын саған беремін дейді. Бекзат, сіз балаңыздың атын кім деп қоясыз? Тұңғыш балаңыз. Кеше ғана, түнде ғана Индиямен осы үшін. Сөзге келіп қалды. Неге? Мен айтамын ғой, короче, если шынымен де жақсы оқып үйреніп жаттық егер де, по-любому біз қоймаймыз оны деп ше. Үйдің үлкендері қояды деп айтсам ғой, қалай ол? Типа менің балам болсам өзім қоямын ғой деп айтады, короче, түнде осыны беремін. Енді не шешесіз? Егер де менің қалауымда болатын болса, қызымның атын Айлин деп қояды. Айлин? Айлин. Ұлының атын бір Осман или Омар. Интернет дейді. Ренат, қалайсыз? Саламатсыз ба? Қалай жағдайыңыз? Амансыздар ма? Ренат, сіз Бекзатқа билет қарыз екенсіз ғой? Қарыз емеспін. Негізі маған інім әбжет екен ғой билет. Негізі бар билет. Бар ма? Иә, ертең мен футболға бармаймын. Бізге берсеңізші? Әбжет етіп бердім. Мейлі. Сізде фанатсыз ба? Жоқ. Күнбіжай, сіз бірінші балаңыздың немесе жалпы қызыңыздың, ұлыңыздың атын кім деп қоясыз? Мен өзім қызым бар ғой, жұлдыз деген. Қазір енді Енді қазір тағы бір рет. оны ата-анам шешеді. Ал жұлдыз деп қойған? Атаңыз ба? Жоқ, ол долгий история ол деген. Иә, ол мамаша болған. Короче, мамасының мен бұрынғы жүрген қызымның шешесі болған. Сол болған. Кім деп қойғыңыз келеді өзіңіздің? Қандай аттар ұнайды? Мысалы, Медина, Абдрахман. Аида, қалайсыз? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы. Аида, сіз болашақ балаңыздың немесе қызыңыздың есімін қалай атайтын едіңіз? Есімім ба? Ма? Білмеймін, негізі. Қандай есімдер ұнайды? Ерекше негізі, ерекше бір есімдер ұнайды. Негізі қандай қояды? Қазір что-то есіме түспейді. Негізі есімін өзіңіз қоясыз ба, әлде күйеуіңіздің ағасы? Маған сөйлесем өзім қоямын. Негізі енді күйеуімнің аты несі, күйеуімнің жұрты қояды. Оған қарсы емес. Жоқ, оған қарсы. Шолпан ханым, қалыңыз қалай? Жақсы, шүкір өзіңіз. Жақсы. Шолпан ханым, сіз балаңыздың есімін қалай қоятын едіңіз? Егер қыз болса, Дагмара деп қоямын. Қалай? Дагмара. Бұрыннан атымдай. Ұл болса, онда Руслан деп қоямын. Дагмара деген нені білдіреді сонда? Мағынасын білмеймін, просто менің мамамның аты Тамара да. Соған ұқсас Дагмара деп қоямын. Негізі бар иә бұндай есім? Бірінші рет естіп Жоқ, бар, естігем, сол саған қалған, осыны қоямын деп өзім. Өзіңіз қоясыз ба, әлде күйеуіңіз менің анам қояды десе қарсы емессіз ба? Алғашында әрине қанжық жақ қояды, одан кейін рұқсат келіп жатса, рұқсат қоямын. Оған қарсы емессіз иә? Жоқ, қарсы емес. Шерхан, қалыңыз қалай? Жақсы, демалысыңыз қалай өтті? Негізі ұйқым план орындадым. Абылайханның туған күніне барыпсыздар. Бүгін бір ортаға шығатын ешкім жоқ па? Шығатындар бар шығар, бірақ мен жоқпын. Шығатындардан кім бар? Эфирде көрейік те оны. Негізі біраз дүние бар сияқты иә? Болды. Bir şey айтамын бәрін. Жай бар ол бізде. Шерхан, сіз болашақта енді тағы балалы болып жатсаңыз, бұйырса баланың есімін қалай қойғыңыз келеді? Баланың есімі болғанда енді кім біледі, қыз болуы мүмкін. Иә, жалпы қыз болса Жасмин. Жасмин? Ұл болса? Ол болса Жігер деп тұрады. Ол бар. Тағы бір ұнаған есімдеріңіз жоқ па? Ойламаппын ол қаша. Қызға ойландым. Ғалымжан, қалайсыз? Жақсы, өздерің қалайсыздар? Неге дайындаласыз? Репетиция ғой. Жай кішігірім, өз-өзім Сөйтіп настроение. қалма. Соңғы. Ғалымжан, демалыста не бітірдіңіздер? Абылайханның туған күні қалай өтті? Абылайханның туған күні жақсы өтті. Ешқандай білдіру жоқ па? Нормально. Точно ма? Точно. Қазір жайнай сұрайсың? Қалғандан білмеймін, өз-өзімді атып кетеді. Ғалымжан, сіз болашақта балаңыздың есімін қалай қоясыз? Балаңыз немесе қызыңыз? Сантьяго деп қоямын. Қызыңыздың ше? Арман деп қоямын. Арман? Қызыңыздың? Қызымдікін Тоғжан дейді. Негізі есімін өзіңіз қоясыз ба, немесе анаңызға бересіз ба? Анамызға береміз, бірінші сол кісілер ғой. Ал әйеліңіз жоқ, мен тудым ғой, мен қоямын десе не істейсіз? Аделя, қалыңыз қалай? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Сізді көрмеген көп болды. Қайда болдыңыз? Отбасылық мәселеге байланысты бірнеше күнге болмағаным бар. Басқа қалаға кетіп қалдыңыз иә өзіңіздің? Иә, Тараз қаласына кетіп қалдым. Аделя, сіз болашақта балаңызға қандай есім қоятын едіңіз? Мен болашақта балама, ұл балаға ма? Ұл балаға да қыз балаға? Абдулла, Хамза, Шахзада. Қызға? Қызға Хадиша, Айша и Азалия. Ал күйеуіңіз жоқ, мен анам қояды десе, қалай қарайсыз? Қарсылығым жоқ. Барлық балалар? Барлық балалар. Олар бір сізге ұнамайтын есім айтсайшы. Енді сөйлесіп көруге болады. Қазір модада осындай деген сияқты. Қалыңыз қалай? Өзіңіз қалайсыз? Жақсы. Демалыс қалай өтті? Сіз туған күнге бардыңыз ба? Туған күнге де бардым, одан кейін девичникке бардым, одан кейін тағы жүргем. Кімнің девичнигі? Айжан ханым, сіз болашақта балаңыздың, қызыңыздың есімін қалай қоятын едіңіз? Қыздың атын Сара, ұлдың есімін Әлім Қасыман. Ал енеңіз қоямын десеші? Қайын атаңыз? Қасымын мен өзім 9 ай оны көтеріп, өзім ұзанып, үй келіп, енді ата-анасы қоямын десе, олар өздерінікін қойды ғой. Басқа немерелерде болса қоя берсін, бірақ өзімдікін қоя салайын. Қоя салайсыз. Ал күйеуіңізбен сол үшін бір ұрыс болса? Ұрыс болса, ұрысып аламыз иә. Бірақ өзімдікін бересіз. Салтанат ханым, қалыңыз қалай? Ничего, жақсы, рахмет. Салтанат, сіз болашақта балаңыздың, қызыңыздың есімін қалай қоясыз? келісіммен қоямыз ғой енді, бірақ та егер маған бір тоже қоятын болса, мен мамамның атын қоятын едім, мамамның аты Элеонора.
қалай қоямыз? Или Онора. Ал ұлыңыздың? Улом какой-то необычный ат хочу. Ал ата енеңіз қоям десе? Я не против, бірақ та мен ойымша көбінесе қазір. Жастар өсіп қоямын. Жастар қоясын деп айта аламын. Жас қалайсыз? Қалайсыздар? Жас туған күнге бардыңыз ба? Абылай ханым ба? Иә, бардым. Қалай болды? Күшті. Бір бүлдіріп келген дұрыс па бір нәрсе? Жоқ, мен білдім. Басқалар? Басқалар. Жоқ та жоқ. Ай, бір гәп бар сияқты. Сіз болашақта балаңыздың есімін қалай қоясыз? Қыз болса, Ая болмаса Айсафи деп қоятын едім. Ол болса Аль-Фараби. Болмаса Әшім Фараби. Ал тұңғыш баланы атаңыздың қолыңызға беріп қоюға қалай қарайсыз? Беріп қоюға. Жоқ, былай қыдырғанда беріп жүрмесең, былай өзімді қойшы. Ата әжесінің қолында өссін деген Былай ниетпен ата әже дейтінде олар жас кішісі, оларға былай особо не емес шығар, ол проблема шығар. Сол. Қалыңыз қалай? Саламатсыздар ма? Күшті барлығы керемет. Сіз туған күнге бардыңыз ба? Обязательно. Что-то күлкіңіз қорқынышты болып тұрсыз. Барау деп па шығар. Бүлдірген сияқтысыз бір нәрсе. Жоқ, ондай ештеңе болған жоқ құдіретіне. Өзіміз барып, осы қатысушылар болды, жақсы демалып өттік деген күшті өтті. Тимур, сіз болашақта балаңыздың немесе қызыңыздың есімін қалай қоясыз? Қызым, Жас қалайсыз? Қалайсыздар? Қалыңыз қалай? саламатсыздар ма? Күшті барлығы керемет. Сіз туған күнге бардыңыз ба? Обязательно. Что-то күлкіңіз қорқынышты болып тұрсыз. Барау деп па шығар. Бүлдірген сияқтысыз бір нәрсе. Жоқ, ондай ештеңе болған жоқ құдіретіне. Өзіміз барып, осы қатысушылар болды, жақсы демалып өттік деген күшті өтті. Тимур, сіз болашақта балаңыздың немесе қызыңыздың есімін қалай қоясыз? Қызым болса Гаухар деп қоямын, ұлым болса Мұхаммед деген бір өзімнің есімім бар. Ал егер анаңыз біз қояйықшы десем? Жоқ, оларға қарсылығым жоқ ешқандай. Бірінші ұл, қыз болсын. Ал әйеліңіз мен қояйыншы десем? Мен ғой көтерген, мен ғой туған деп. Қазір көп жастар сондай да? Иә, бірінші ұл, все равно ата әжесінікі болу керек деген сияқты біз жақта сондай бар. Ата әжесі солай қою мүмкін. Ал одан кейін уже ақылдасып, келіншегім бар, мен бар, сөйтіп қоя береміз. Гаухар ханым, қалыңыз қалай? Жақсы. Гаухар ханым, сіз туған күнге бардыңыз ба? Абылай ханым ба? Иә, бардық, құттықтап шықтым. Жастар бір құтырған жоқ па? Жоқ, жақсы, мен жастардың арасында көп жүремін ғой, сондықтан да маған ондай прям алғашқы рет ештеңе болған жоқ. Гаухар ханым, сізге ұнайтын қандай есімдер бар балаға қоятын? Так, мен енді немерелі болсам деп айтайыншы, немерелі болсам, қыз бала болса атын Аружан деп қояды, ұл бала болса Бекарыс деп қояды. Ал сіздің болашақта мысалы келініңіз мен өзім қоямын, мен ғой туған десе қалай қарайсыз? Енді жастар солай шешіп жатса, ауыспай қойды. Біріншісі қоя берсін, екінші, үшіншісі қоямыз. Қатты таласпайсыз, иә? Жанбек, қалыңыз қалай? Шүкір жақсы. Жақсы. Сіз туған күнге бардыңыз ба? Бардық, болдым. Қойдыңыздар, Не бір нәрсе бүлдірген адам ұқсап? Бәрі тыныш па? болады. Бүгін ешкіммен қоштасып атпаймыз ба әйтеуір? Сол болмаса екен ондай жағдай дейді. Негізі сәл бар сияқты, иә, кішкене? Барлығы. Я сол график реттей алмай тұрмын өзімше. Бұрынғы жұмыстың, қазіргі жұмыстың графиктарын келтіре алмай тұрмын. Кішкене кешігім бар. Бұйырса бәрін реттейміз. Жанбек, сіз болашақта балаңыздың немесе қызыңыздың есімін қайтып қоятын едіңіз? Баламның есімі ма? Баламның есімін бір білмедім, ол жағы ойланбадыңыз ба? Негізі сізде мамаңыз қоя ма? Мамаңыз, папаңыз? Алғашында олар қояды. Алғаш солар қояды, одан кейін ақылдап біз көреміз. Жанболат, қалайсыз? Жақсы. Жанболат, туған күнге бардыңыз ба? Иә, бардым. Тыныш барып, тыныш қайттыңыз ба? Өте тыныш қайттым. Басқалар? Бәрі тыныш қайттым. Жанболат, сіз болашақта балаңыздың қызыңыздың есімін қалай қоятын едіңіз? Есім бердім. Медина деп қойдым, қызым. Ал ұлыңыздың? Негізі андай жоқ па? Мен анам қояды, мен әкем қояды деген сияқты. Өзіңіз, иә? Алғашқы балалар өзім қоямыз. Сол болса, мен қояды, қыз болса өзім. Мадина, қалайсыз? Жақсы. Сіз туған күнге бардыңыз ба? Абылай ханым. Күтішқан зияқар екенбіз бірге сондықтан. Ешкім ештеңе бүлдіріп жүрген жоқ па? Жәнібектің билегені болмаса, так қой, нормально, иә. Біз Ринат екеумізден күтіп отырық енді эфирде, айтам екеуін де. Көп барған жоқпын, бір 5 минут қана ма, сонда ғана отырдық. Міне, компромат жинайтын кісі осы болып тұр енді, арамыздағы Сергей. Мадина, сіз болашақта балаңыздың қызыңыздың есімін қайтып қоятын едіңіз? Баламның есімін білмеймін, бірақ қызымның есімін Ильсияра деп қоятын едім. Ол нені білдіреді? Ал бірінші баланың есімін мысалы ата енеңіз қоям деп жатса? Мен бірінші баланың есімін по идее өзіміз қойғымыз келеді мен. Менше өйткені енді сонша күтесің, 9 ай толғатып, оның бәрін процесін өткеннен кейін басқа адам қойып қойған тоже андай не обидно болып жатты өзімше. Хоть ата анасы болса да жарайды дейсің, сонда да обидно болып жатыр. Өзіміз қойғым келеді мен. Сондай. Перзат, қалыңыз қалай? Перзат, сіз туған күнге бардыңыз ба? Барған жоқсыз ба? Неге? Вдруг увидел, что я с кем-то танцую, все, Перзат поводила деп айтып, что это что жоқ. Негізі шақырды ма? Иә, барасың ба деп айтты. Жоқ. Сіз содан қорқып ба, әлде Абылайханмен араласпайтын? Абылайханмен мен араласпаймын ғой мүлдем. Это вторая причина. Перзат, сіз болашақта балаңыздың қызыңыздың есімін қалай қоятын едіңіз? Мен ең жақсы көрген есімім Медина. Медина деп қойдым. Ал ұлыңыздың? Ұлыма
Не знаю. Не думаю. негізі сіздерде андай бар ма болашақта мысалы күйеуіңіздің ата енесі қою керек Бірінші деген баласына ата енесі қойыш керек. оған қарсы емессіз сізге ұнамайтын несі ұқсаш Ата енеме, болашақ ата енеме еркелеп, өзім жаққан артта айтамын. Думаю, они нұрдәулет қалыңыз қалай жақсы өзіңіз қалайсыз жақсы амандасып сіз басылған сияқтысыз басылған сияқтысыз біраз басылған сияқтысыз білмеймін андай бір өзіңізбен өзіңіз отырасыз иә мен ойланамын күндіз ойланамын түнде ойланамын жұмыс бойынша ғой сіз туған күнге бардыңыз ба жоқ барған барған жоқсыз неге менде съемка болды өзімнің жұмыстарыма байланысты нұрдәулет сіз болашақта балаңыздың қызыңыздың есімін қалай қоятын едіңіз бала мен қызымның бірден күлкі ұялап сөйтіп кетті ғой ерекше аттар қоятын едім негізі ше бір примерно жоқ па осы есімін айт маған деп қыз болса дара деген аты енді дара болсын деген сияқты ұл болса енді өзіміздің батырлардың атын қоятын шығармын қаланбай деген сияқты десең ернар қалайсыз қалыңыз қалай жақсы ба ернар туған күнге бардыңыз ба барған жоқсыз ба неге жұмыстарым болды мен негізі баруға болар еді құттықтап шығуға скол вообще деген жоқ жақсы отқан сияқты болар сізді бүгін кім не білдірді деген темада болыңыз күшті екен бір сөйтіп жүретін болдым енді мысалы ернар сіз болашақта қызыңыздың немесе ұлыңыздың есімін қалай қоятын едіңіз қызыма айлуна или айлана деген есім қойдым ал ұлым болып жатса құдай қаласа иншалла муслим хан деген сияқты мен айтатынмын құдай ал анаңыз мен қояйын десе немесе әйеліңіз мен тудым ғой деп жоқ енді ең алғашқы есімдері сол атасы апалары екі жақтың ата апалары ақылдасып қойса болды ал әйеліңіз ол нәрсеге қарсы болса сөйлесеміз енді оны сіз ше қандай есім қоятын едіңіз ассалаумағалейкум қалайсыздар мен қызым болса альсофия деп қоятын едім баланы айтып қойды бірінші бұл негізі шынымен құдайға айтамын андай муслим хан деп айта береді мен ше күшті есім екеуіңіз ақылдасқан ба едіңіз бір сондай бір әңгіме болған жоқ екеуміздің идеологиямыз нұрсұлтан сіздің отбасыңызда андай бар ма менің баламның есімін басқа үлкен кісілер қою керек деген сияқты жоқ біз ондай емес сәл сентимен әйтеуір бәрін келісіп сөйтіп отбасы